Сәлеметсіңдер ме балалар? 2-ші сыныптың өзін-өз тану сабағын бастаймыз. Бүгін сіздермен бірге болатын бастауыш сынып мұғалімі Азылқиясова Сымбат Мұратқызы. Сабағымызды бастамас бұрын шашылған сөздер ойынын ойнайық. Шашылған сөздерді рет-ретімен орналастырсаңыздар, бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі шығады. Балалар, жаңағы өздерің орындаған тапсырмаларыңды дұрыс жауаппен салыстырып көрейік. Дұрыс балалар, бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі адалдық жүрген жерде адамдық жүреді деген нақыл сөз. Енді осы дәйек сөзді басшылыққа ала отырып, бүгінгі сабағымыздың тақырыбын ашып алайық. Дұрыс ойлайсыңдар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы адалдық. Бүгін біз адамның бойындағы ең асыл қасиет адалдық жайында сөз қозғайтын боламыз. Ондай болса, экранға назар аударыңыздар. Баяғы өткен заманда Күйік деген шаһарда бір етікші болыпты. Оның жарлы көршісінің Абзал есімді баласы бар екен. Ол бала өз бетінше талаптанып шаһар медресесіндегі ұстаздан дәріс алып тұрады екен. Ненің арам, ненің адал екенін әбден үйреніп алады. Бір жағынан ата-анасының да айтқанынан шықпайтын тіл алғыш, адал, көркем мінезді ұл болып өседі. Бұл бейшара өз нәпақасын өз тауып ата-анасына көмектессін деген ойымен оны қасына көмекші етіп алады. Ерінбей жалықпай етікшіліктің бар қыр-сырын үйретеді. Бала бір күні етікшінің етік жамағанда үнемі жібін түймейтіндігін байқап қалыпты. Аң-таң болған Абзал етікші ұстазынан мұның мәнісін сұрайды. Сонда ол: "Қарағым, етік жамағанда жіпті түймесем, ол етік көп ұзамай қайта жыртылады. Сөйтіп оның егесі оны жаматуға қайта әкелмей ме? Сөйтіп маған жұмыс, бала-шағама нан табылады", депті. Сонда Абзал медреседен алған ізгілік сабақтарын есіне түсіріп үлгереді. "Ағатай, бұл күнә ғой. Адам кәсібіне адал болуы керек емес пе?" Етікші бұл сөзге аса құлақ аспай: "Адалдық адамға нан болмайды ғой", деп жауап бере салады. Бала ұстазымен одан ары сөз таластырып жатпайды. Өйткені ол үлкендердің алдында әдеп сақтау жақсы баланың қылығы екен медреседен оқып біліп алған еді. Күндердің күнінде бала етікшілік кәсіпті ұстазынан кем білмейтін дәрежеге жеткен соң өз бетінше етік тігуге кірісіпті. Бірақ та ол етік жамағанда жіпті түйіп тігеді екен. Арада көп уақыт өтпей-ақ шаһар халқы ісін ұқыпты істейтін етікші туралы естіп, жұрттың барлығы соған етік жамататын болыпты. Ал оның ұстазына етік тіктіруге адамдар мүлде келмей қойыпты. Сонда ұстазы мұның мәнісін білмек болып шәкіртінен сұрағанда ол: "Кімде-кім өз ісін адал атқарса, әлбетте Аллах тағала оның адал еңбегіне береке береді." Баланың еңбекте бағы жануына оның медреседе алған білімі себепші болса керек. Өйткені ондағы ғалым кім қандай іспен айналыспасын, сол істің хас шебері болуы тиіс деп жиі қайталайды екен. Балалар, ертегіні мұқият тыңдап болса, тапсырмаға көшейік. 2-ші тапсырма: етікші мен Абзалға мінездеме береміз. Ол үшін әрқайсының жанында тұрған өз қоржындарына төменгі жақтағы мінездемелерді қойып шығамыз. Енді сендерді әрқайсына дұрыс мінездеме береді деп ойлаймын. Сонымен балалар, Абзал қандай адам екен? Адал, мейірімді, шыншыл. Ал етікші болса қанағатсыз, алаяқ, өтірікші екен. Енді 3-ші тапсырмаға назар аударыңыздар. Бұл жағдаяттан шығу. Сен досыңмен келе жатып, жолдан телефон тауып алдың. Досың саған телефонды сатып, ақшаны тең бөліп алуға ұсыныс жасады. Сен не істер едің? Енді бұл жердегі тапсырма, қарасаңыздар, 3 ұяшықта 3 әрекет берілген. Өзің мен сөйтер едім деген әрекетті таңдап алуға болады. Балалар, өздеріне жауапты таңдап болсаңдар, менің жауабыммен салыстырып, өздерінің іс әрекеттеріне баға беріңдер.
бұл жерде көпшілігің мен телефонның иесін тауып алып өзіне қайтарып берер едім деген жауапты таңдады деп ойлаймын. Бұл жауап өздерінің бойларындағы адалдықтарының бар екендігін білдіреді. Балалар, егер де жақсы адамдарды жанына шуақ шашып тұрған күнге теңейтін болса, адалдықты да бүгін күн деп аламыз. Және сол адалдыққа тән жақсы қасиеттермен күн шуағын жинастырайық. Ең бірінші шыншылдық, әділдік, мейірімділік, кішіпейілділік, кешірімділік. Міне балалар, осы қасиеттердің бәрін бойымызға жинап өсетін болсақ, біз де осы күн сияқты маңайымызға жылу шашып, жақсы адам болып өсетінімізге сенімдімін. Балалар, адалдық деген ұғым, адалдық деген ол шыншыл болу, адалдық деген кішіпейіл болу, адалдық деген мейірімді болу, адалдық деген әділетті болу. Ендеше балалар, тәуелсіз мемлекетіміздің жарқын болашағы адал ұрпақтың қолында екенін ұмытпайық. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.